Мен де қолым қалт етсе отыра қалып мына жерде мыналардан қалған құтқан анау мынауды жеп жұрт не істеп жатқанын қарап шығам. Ойбай, инстаграмға кірсем, Құдай-ау, барахолкадан, Қытайдан, Түркияның ар жақ бер жағы, ақтауың бар, түгел аралап шығасың ғой шіркін-ай. Неше түрлі повар, повардан асқан поварлар шығып жатыр ғой. Баяғыда шөп жемеші, қазір жоңышқаға дейін жегізіп жатыр. Бұл поварлар жақында бізге не жегізеді екен деп қорқасың. Жолдың бойында өсіп жатқан жаман паман шөптің бәрін жеп жатырмыз ғой қазір. Адам таңғалдыру қиын болып жатыр. Қазір әшейін шемші салатпен бір бауырсақпен дастархан жасай алмай қалдық. Ана поварлар күніге неше түрін салады кеп, білгенін істеп жатыр, білмегенін шат бұтты бірдеңе қып жатыр. Уланып қалмасақ болды. Мә, жақында Қытайлар сияқты құрбақа жемесек болды бар ғой. Қалғанын бәрін уже бітірдік біз уже. Ол ма неше түрлі косметолог, бетіңді әрлейм, үйтем, неше түрлі нәрсе істейді. Көзімді бадырайтып, әуел көзімді артынан шығарып беретіндер бар, Құдай біледі. Көзімізді артына, бір көзімізді артта, бір көзімізді алдыда жүрмесе болды жақындашы. Кейбір қатындар мына көзін алғызып, мына терін алғызып алып, ұйықтағанда көздері жұмылмай жатыр екен, бүйтіп ұйықтап жатыр екен. Жұмылмай қалыпты, терісін алғызып алып, мен былай деймін. Ерін ол кетті, құйрық анау, жүніңді де жылады, шашыңды да жылады, бәрін істеуге дайын отыр. Қайтып жұртты таңғалдырсам деп отыр ғой. Біреу ақыл айтып таңғалдырады, біреу бірдеңе жасап, сәлту жасап жатырмыз ғой, былайша. Әйтеуір бәріміз кәсіпкер болып кетті. Масқара, мынаны алатын, жасайтын адам таппай қалмасақ болды. Қазір екінің бір қатын үйде отыр, не істесем екен деп отыр. Бірталай адам 40 жылдығы бар, 30 жылдығы бар, 20 жылдығы бар, 10 жылдығы бар атап өтіп жатыр. Бізге 20 жыл. Мектепте қақшаңдап жүрген қақшақпас қыздардың барлығы күйеуге тигеннен кейін осылай болады екен да, сол кезде мон болған қыздар енді шығып жатыр ма дейсің. Кімнен сұрасаң да сол. Мен сияқты қақшақпастың бәрі бармай қалған жене жағалап. Ал ана кезінде байсалды болған қыздар байларын жеңіп алған ба деймін, молодец. Жарайсыңдар. Ойбай, осы 20 жылдық деп чат ашылғанда үйтеміз, қойдың жүн үйтеміз деп, осы мыңда бір талқыға салып, оны ара-жігін ашып, талай адаммен қырылысып, талай адаммен жік-жік болайым ал. Аяғында ақыр соңында үйде отыр, мына қыздың қып берген шайын ішіп. Не істейміз енді? 20 жылдық үшін ажырасып кетпейсің ғой, отырасың да. Мен сияқты бармай қалған лоқтар жетеді екен ғой.